Бүгінгі видеода мен ажал сегуші айдақары туралы ақпараттар айтатын боламын. Ажал сегуші ірі айдақарлар қатарына жатады. Икингтің қыстағы бұл айдақармен ұзақ шайқасты, ал айдақарды тоқтату мүмкін емес. Ол тым күшті және жылдам. Бұндай айдақарлар 100 жылда бір рет дүниеге келеді, ал ең таң қалдыратыны бұл. Ажал сегуші тікенекті сұм айдақарының жұмыртқасынан дүниеге келеді. Ажал сегуші тікенекті сұмнан бірнеше есе үлкен. Тікенекті сұмның ұзындығы 20 метр, ал ажал сегушінің ұзындығы 25 метрден 76 метрге дейін барады. Ажал сегуші жер астынан үлкен үңгірлер қазады және осылай ажал сегуші барлық аралдарды су астына батырмақ болған. Айдақардың көзі толықтай қызыл түстес, ал тікенекті сұмның көзі толықтай ақ түсті. Тікенекті сұмның көзі осылай көреді, ал ажал сегушінің көзі қарапайым адамдар секілді көреді. Тікенекті сұмның әлсіз түсі ол жарық, сол себептен де олар тек түнде шабуылдайды. Ал ажал сегуші жарықтан да және қараңғыдан да қорықпайды. Ажал сегуші тастарда және басқа да заттарда басымен оңай қирата алады. Ал оның оты үшке бөлінеді. Олар тасты от, олар тас секілді атылады. Екінші ол 12 рет атылатын мықты от, ал үшіншісі ол тікенекті сұм ататын сақиналы от. Сонымен қатар бұл айдақар жәдігүйнадыр секілді тікенектер аталады. Оның дауысы айдақарларды әлсіретеді. Оның дауысы айдақарларға кері әсер етуде. Оның рас! Осы күшінің арқасында ажал сегуші қауіпті айдақар болып табылады. Айдақар уақыт өткен сайын көлемі де үлкейе береді. Оның терісі өте қалың. Ол қызылектің бірнеше оттарына төтеп бере алады және тастарды оңай қирата алады. Айдақар өте сезімтал. Бұл жайлы Икинг пен қызылек оның анасын құтқарғанда рахметін айтқаннан білуге болады. Бүгінге осы. Егер видео ұнаса арнаға жазылып, лайк басуды және комментарияға келесі қандай айдақарлар туралы ақпараттар айтайын жаза кетіңіз.